Бүгін осындай оңай, ерекше, жеңіл, дәмді салат жасайтын боламыз. Ол үшін қайнаған сәбіз, қайнаған қызылша, қайнаған жұмыртқа, колбаса және қуырылған жіңішке етіп қуырылған картошка фри қажет болады. Барлығын жақсылап аршып, тазалап, осылай үккіштен өткіземіз. Алдымен сәбізді, сонан соң қызылшаны. Менде бұл салмалар 3 тарелкаға жетті. 3 тарелкаға мен бөліп салдым. Ең алдымен қызылшаны жайғастырамыз ең астына. Осылай қолмен әдемілеп істесеңіздер болады, немесе қасықты пайдалансаңыздар болады. Сонан соң майонез жағамыз. Майонез жағып, барлығын әдемілеп жағып шығатын боламыз. Қасықтың сыртымен жақсаңыздар әдемі жағылады, немесе лопата пайдалансаңыздар болады. Каналға жазылуды, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет, қызықты рецепттермен алдағы уақытта бөлісіп отыратын боламын. Қызылшамызға жақсылап майонезді жағып болған соң, сәбізімізді қоямыз, қайнаған үккіштен өткізілген. Сәбізімізді де қолымызбен жайғастырсақ болады, немесе қасық пайдалансаңыздар да болады. Сәбізден кейін де майонез жағамыз. Майонезімізді жақсылап жағып, шет-шетінің бәріне қасықтың сыртымен жағыңыздар. Бұл салатты кешкі дастарханға ұсынсаңыздар, қонақ келгенде ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Сәбізімізден кейін біз жаңағы шұжықтарымызды, колбасаларымызды жайғастырып шығамыз. Мен барлығын көздің өлшемімен өлшей беремін. Сіздер көбірек жасасаңыздар, көбірек тарелка шығады. Дәл осылай шұжықтарымызды да жайғастырып қойғаннан кейін, оның үстіне де майонез жағып шығатын боламыз. Әрбір қабаттан кейін майонез жағамыз. Дәл осылай шұжықтарымыздан кейін жұмыртқамызды қойып шығамыз бетіне. Каналға жазылуды, лайк қалдырып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Дәл осылай жұмыртқамыздан кейін тарелкамыздың шет-шетіне жағылып қалған жерлерін сүртіп шығамыз. Себебі ең соңынан картошка фриімізді қоямыз бетіне. Сонымен салатымыз дайын болады. Дастарханға ұсыныңыздар, балаларға да өте ұнайды. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.